Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақ, нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты автордың ойын бағалау бүгінгі сабақтың мақсаты болып табылады. 13-14 сабақтар. 3-ші тапсырма. Алматы метрополитені еліміз үшін стратегиялық маңызды нысан болып табылады. Алматы метросы Қазақстанда алғашқы, орталық Азияда Ташкент метрополитенінен кейінгі екінші метрополитен саналады. Алматы метросы қаладағы көлік кептелісін азайтуға, қаланың экологиялық жағдайын жақсаруға көмектесті. Метро аз уақыттың ішінде алматылықтар мен қала қонақтарының сүйікті орнына айналды. Метроның ұзындығы 8,56 шақырым. Тереңдігі 40 метр. Пойыз жолдың бір басынан екіншісіне дейін зымырандай тез жетеді. Екі аралыққа небәрі 10 минут кетеді. Жүру жиілігі 6 минут. Жол ақысы 80 теңге. Ол смарт картамен смарт жетон арқылы төленеді. Тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Алматы метрополитені қандай нысан? Екінші сұрақ. Ол Орта Азиядағы нешінші метро? Үшінші сұрақ. Алматы метросы нені қысқартуға көмектесті? Төртінші сұрақ. Метроның ұзындығы неше шақырым? Бесінші сұрақ. Метродағы жолақы неше теңге? Жазылым тапсырмасы 4-ші тапсырма. Дербес пікір тәсілін қолданып, Алматы метросы туралы пікіріңді жаз. Бірінші өзіндік пікір, яғни идея, бір сөйлем. Екінші дәлел, екі сөйлем. Үшінші өз пікірін айғақтайтын мысал, екі сөйлем. Бағалау парағы, мәтінді тыңдайды, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді 3 балл. Дербес пікір тәсілін қолданып, өз пікірін жазады 1 балл. Дәлел келтіреді 1 балл. Өз пікірін айғақтайтын 2 сөйлем келтіреді 1 балл. 6-шы тапсырма, жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі етістіктерге өзгелік етістің жұрнағын жалғап, сөйлем құра. Өзгелік етіс дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің сөйлемдегі іс иесі тікелей өзі емес, екінші басқа субъект қимылды орындаушы арқылы істелінетінін білдіреді. Дыр-дыр, тыр-тыр, ғыз-гіз, қыз-кіз жұрнақтар арқылы орындалады. Мәтіннен етістіктерді тауып, өзгелік етістің осы жұрнақтарын жалғап, сөйлем құраңдар. Бағалау парағы. Тыңдалған мәтіннен етістіктерді табады 1 ұпай. Етістіктерге өзгелік етістің жұрнағын жалғайды 1 ұпай. Өзгелік етісті пайдаланып, сөйлем құрады 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.